Сәлем, есімім Манель, мен сексолог маманымын. Соңғы кездерде жігіттерден көптеген сұрақ келеді. Және де осы видео сол ең басты сұрақтарға жауап беремін. Бұл тек жігіттерге ғана емес, бірақ ата-аналарға да өте пайдалы болады. Себебі ата-аналар ертең өзінің балаларына түсіндіргені дұрыс. Бірінші тақырып бұл полюция. Полюция деген не? Полюция деген жас ер кісілердің ұйықтар кезде шәуеттің, ұрықтың шығуы. Орысша бұны сперма дейді. Бұл табиғи құбылыс, ер адамның табиғи жаратылысы. Бұл ауру емес, және де ешқандай дәрі-дәрмек ішудің қажеті жоқ. Бұл неден пайда болады? Қай жастан ер кісілерде басталады? Өтпелі кезде ер кісілерде әртүрлі, мысалы, кейбір балдар ерте жетіледі, кейбір балдар кеш жетіледі. Өтпелі жас, бұл переходной возраст дейді орысша, және де орташа есеппен 13-14 жас арасында басталады, және де осы полюция осы жастан бастап ер кісілерде болады. Көбінесе ұрықтың шығуы кеш ұйықтар алдында, жалпы күнделікті бір баланың, ер кісінің мысалы қиялы болса, бір қосса, бір ойлары болса, әрине ұрық жиналады, және жыныстық қатынасқа түсу мүмкіншілігі жоқ болса, әрине ұйықтар кезінде бұл ұрық шығады, яғни полюция болады. Және бұл норма, табиғи норма, еш оған уайымдап жүрмеңіз. Мастурбация деген не? Мастурбация зиян ба? Мастурбацияны біз өз-өзін қанағаттандыруды айтамыз. Бұны жасырын құпия, жасырын әдет деп те айтады. Көбінесе адамдар бұған қай кезде жүгінеді? Қатты қысылғанда, мазасыз болғанда, тынышталу үшін осы бір мастурбацияға жүгінеді. Бұл физиологиялық норма, бұл ешқандай бір қаупі, зияны жоқ. Бірақ зиян ба дегенде әрине осы жерде сіз нені қарастыруыңыз керексіз. Ең бірінші сіз өзіңіздің жыныстық белсенділігіңізді білуіңіз керексіз. Бұл жайында бөлек видео бар. Себебі бір кісілер мысалы жоғары белсенділік болса, оны темперамент дейді. Мысалы жоғары темперамент болса, бұл кісілер күнделікті қалауы мүмкін. Әрине жыныстық қатынасқа түсетін мүмкіншілігі жоқ болса, әрине мастурбацияға жүгінеді. Бірақ кейбір мысалы кісілер, бұл әйелдерде болуы мүмкін, еркектерде болуы мүмкін, бәрі бірдей. Оларды мысалы жыныстық белсенділік төмен, мысалы тек аптасына бір рет, 2 аптада бір ретте қалауы мүмкін. Соған байланысты әрине мастурбацияға жүгінеді мысалы. Мысалы кейбір адамдар іс сапарда жүрсе, мысалы, бір үйленбесе, бір жыныстық қатынасқа ешқандай мүмкіншілік жоқ болса, әрине бұл да бір норма. Енді порно көру және мастурбацияны айтсақ, көбісі мастурбация көп жасаймын деп порноны ұмытады. Себебі көбісі сол порно көріп қана мастурбация жасайды. Бұл жерде әрине бір қаупі бар. Себебі адам күнделікті әрқашаны тек порно қарап мастурбация жасаса, ертең жыныстық қатынас кезінде өзінің әйеліңмен, күйеуіңмен мысалы жыныстық қатынасқа түскенде бір өзгерістер, бір мәселелер туғызуы мүмкін. Өзінің қарым-қатынас жайында, жыныстық қарым-қатынас жайында мәселелер пайда болуы мүмкін. Сол үшін сіз қаншалықты қарайсыз, немесе ең жақсы мүлдем порноны қарамағаны дұрыс. Басқа себептерін қарастыруыңыз керексіз. Себебі адам өте көп порно қараса, әсіресе ер кісілерде болашақта импотенция проблемасы, мәселесі болуы мүмкін. Дін жағынан мастурбация қалай екен? Болады ма, болмайды ма деген сұрақтарды қояды. Ең бірінші әрине мен дін маманы емеспін. Сіз осындай сұрақтарды білікті маманнан сұрағаныңыз дұрыс. Бірақ мен не айтатыным? Ер кісілер, әйел кісілерде мысалы қатты қысылса, жыныстық қатынасқа түсетін мүмкіншілігі жоқ болса, мазасы жүрсе, әрине мастурбацияға, оны құпия жасырын әдет деп айтады, соған жүгінгені дұрыс. Мысалға сіз бөтен еркектерге, бөтен әйелдерге бармайсыз, әрине бұл үлкен күнә, бұны зина дейді ислам жағынан. Сол үшін осыған зинаға кетпеу үшін осындай бір әрекет, зинақорлық дейді, осындайға
бармас үшін өзіңнің қанағаттандыру осындай бір жасырын әдетке жүгінгені одан әрі дұрыс болады деп мен ойлаймын. Тез бітіру мәселесі. Бұл мәселе әр ер кісіде болады. Жас үйленбеген жігіттерде де, үйленген үлкен кісілерде де болады. Физиологиялық тұрғыда бұл норма, себебі ер кісіге бітіру үшін 2-3 минут керек. Бұл норма. Және де мысалы мастурбацияға жүгінсе, ер кісі мысалы 2-3 минутта бітіру мүмкін, және де ешқандай бұл жерде проблема жоқ. Бірақ та көбінесе ер кісілерде жыныстық қатынасқа түскенде, әйелмен мысалы жыныстық төсек қатынасында 2-3 минутта бітірсе, әрине үлкен мәселе. Себебі әйел адам оргазм алуды үлгермейді. Мен айтқанда, алдыңғы видеоларда айтқанмын, әйел кісілер оргазм алу үшін 7-10 минут керек. Әрине әйел адам үлгермейді. Сол кезде бір үлкен мәселе. Себебі әйелдер, ер кісілер осылай жылдап тұрады. Әйел адам үлгермейді, және де әрине қарым-қатынас өзгереді. Бұл жағдайда не істеу керек? Ең бірінші, уролог, андролог маманына барғаны дұрыс. Себебі сіз гормон тапсырып, анализ тапсырып, өзіңіздің денсаулық жағынан қарастырып көріңіз керексіз. Үй жағдайында сіз еш нәрсе ести алмайсыз. Бұл ең бірінші, ең маңызды бөлім. Бұл өз уақытында жалпы жылына 2 рет көріну керек. Біздің қоғамда өкінішке орай адам баласы мүлдем ауырып кеткенде ғана дәрігерге барады. Бұл мүлдем дұрыс емес. Жылына 2 рет мүмкіншілік болса, профилактика ретінде уролог, андрологқа көрінгені дұрыс. Бұл ең бірінші. Екіншіден, мысалы, сіз физиологиялық тұрғыдан, медицина жағынан, денсаулық жағынан сізде бәрі жақсы болса, анализ бәрі жақсы, бірақ бәрі бір осы мәселе болса, сізде тез бітіру, онда бұл психологиялық жағынан сіз өзін ұстап үйрену керексіз. Бұл деген әдет, бұл деген өзін бір еңбек, бір іс, соған үміттеніп, бір өзін ұстау, соны үйренуіңіз керексіз. Маған Инстаграмда бір кісі комментарий өз пікірін қалдырған осы мәселе жайында, маған өте ұнап қалды, мен оны сізге оқи салайын да. Көптеген, мен айтқанмын, көптеген ер кісілер арнайы техникалар қолданады, бұны үйренеді. Оқырман былай жазған: төсек қатынас кезінде қатты сезімге берілмес үшін ойды басқа жақта бөлу керек. Сол жыныстық қатынас кезінде сіз ойыңызды басқа жаққа бөлуіңіз керексіз. Және де жақындап қалған кезде өзін ұстап баяулатуыңыз керексіз деп жазған. Сол оқырманға рахмет. Осындай жігіттерде осындай мәселе болмағандар, осындай өзіңіздің пікіріңізбен, өзіңіздің осындай жолдарыңызбен бөліссеңіз өте жақсы болады. Осындай техникаларды үйреніп, түрлі-түрін қарастырып істеуіңіз керексіз. Жыныстық қатынасты көп қалаймын, және де мүшем тұрып кете береді деп айтады. Бұл көбінесе жастардан үйленбеген жігіттерде болады. Неге? Себебі жыныстық қатынасқа тұрақты жыныс қатынас жоқ болған соң, және де физиологиялық, анатомиялық тұрғыда бұл норма. Эрекция дейді да, мүшенің тұруы, қосса бірдемені көрсе, ойласа, тұрып кететіні бұл норма. Және де осындай болып қалса, әрине жас жігіттер мастурбация жүгіну керек. Мысалы, ешқандай жыныстық қатынасқа түсетін мүмкіншілігі жоқ болса, әрине мүше тұрып кете береді. Себебі мастурбация жалпы сол қысылғанда, қатты мазасыз болғанда, өзін тынышталу үшін әрине соған жүгінеді. Бірақ не айтатыным, үйленген кезде тұрақты жыныстық қатынас басталғанда ер кісіде осындай мәселе шешіледі, және де осындай сұрақтар көбінесе үйленген ер кісілерден келмейді, себебі тұрақты жыныстық қатынас болған соң. Сол үшін жігіттер көп уайымдамаңыз, бұл сізде норма.
керек қысылған кезде тынышталу үшін әрине мастурбация жүргізіңіз, және де мүмкіншілік болса әрине үйленіп семья жанұя құрған дұрыс. Егер де осы видео сізге пайдалы болса, ұнаса, онда лайк басыңыз, парақшама, YouTube каналыма жазылып, Инстаграмға кіріп, сол жерде өзіңіздің пікіріңізді қалдыруға болады. Рахмет, сау болыңыз.